дәстүрлі дінімізге сай дегеніміз, ол біздің мәдениетіміздегі дәстүр деген қабат бар. Сол дәстүр біз бұрынғы біздің дінімізбен екеуі үндесіп тұр. Үндескендіктен де ол біздің болмысымызға айналғанбыз, ұлтқа айналғанбыз. Енді соған жік салатын кейбір діни ұстанымдар бар. Ол жаңа уахабилік, сәләфилік тенденциямен келді ғой енді. Сөйтіп біздің дәстүріміздегі көптеген құндылықтарымызға келін салуымыз бар, әруақтануымыз бар, мазарға зиярат етуіміз бар, соның барлығына күпірлікпен қарады. Мыналардың бәрі ширк, бидғат деді. Бұл деген сөз сенің ұлтыңның мәдениетіңнің құндылықтарын реставрациялау. Біз оған жол бермейміз. Ревизиялау деп айтайын да. Менің мәдениетім ешқандай ревизияға жатпайды. Себебі ол қалыптасып қойған, ол өркениет, біз ұлтпыз ол біз. Менің ұлтымды діни тұрғыдан, діни нормалар тұрғысынан ревизиялау мүмкін емес нәрсе де ол. Соған ұмтылып жатқандар бар. Болды кезінде саяси. Кеше қаңтардан кейін үндер өшті ғой. Бұдан кейін ол қайталанбайды. Біздің халық көзі ашылды. Қазір білет Құдайға шүкір бұл мәселе.